бір кішкентай ғана бір министрліктің бағдарламасына бір солтүстік Қазақстан облысындағы экономикалық, менталитеттік, демографиялық бір үлкен буын күту, ол бір ақымақтық деп ойлаймын мен. Өйткені проект өте кішкентай. Ол өзінің мойнына тағылған міндеттемелерін өте жақсы атқарып шықты деп ойлаймын бағдарлама. Бірақ бағдарламаның аясы тым тар болып қалды. Мен жалпы осы көш мәселесінің заманында біздің билік жұмыспен еңбек министрлігіне тапсырған болатын. Негізі административный орган, әкімшілік орган осы көшті басқаратын. Ол біздің еңбек министрлігі. Еңбек министрлігі өзінің ішінде жұмыспен қамту деген бөлімге қойып қойған. Жұмыспен қамтудың бөлімі осы көшке жауап береді, тек қана өзінің аудиториясының адамдарын көшіріп жатыр. Біз аудиторияны ауыстырайық. Яғни біздің солтүстік Қазақстан облысы не нәрсеге ыңғайлы? Ауыл шаруашылығына ыңғайлы ма? Неге бізге сонда АШМ көмектеспейді? Неге ауыл шаруашылық министрлігі осы темаға қосылмайды?